Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 4-ші сыныптың 99-шы сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды және де еске салу тетігін басуды ұмытпаңдар. Сонда сабақтар сендерге үнемі шығып тұрады. Бүгін біз логикалық есептер шығаруды ары қарай жалғастырамыз. Бірінші тапсырма: есептеп алдымен қай табиғат құбылысы орын алатынын анықта. Жауапты өсу ретімен орналастыр. Есепте көрсетілген үстіндегі сандар есептің шығарылу ретін білдіреді. Сол ретті пайдалана отырып, бізде біріншісінің мәні 54.938-ге, екіншісінің мәні 400.025-ге тең болады. Ал егер өсу ретімен орналастырған жағдайда бізде бірінші найзағай болады екен, бірінші құбылыс, ал содан кейін барып қана күн күркіреу орын алады екен, ол екінші құбылыс болады. Келесі есеп: практикалық жұмысты орында 5 бұрыш жасау үшін қағаздан ені 3 см жолақ қиып ал, оны түйіндеп байла. Егер қатты тартып байлайтын болсаң, 5 бұрыш пайда болады. Түйінді жарыққа жақындатсаң, 5 бұрышты жұлдызды көресің. Бұл есеп сендердің яғни суретке қарай отырып үйлеріңде өздерің практикалық түрде орындайтын жұмыс. Сондықтан да келесі есепке көшеміз. Үшінші есеп: тапсырманы орында. Сен суреттен неше бұрышты көріп тұрсың? Қарандашты қағаздан ажыратпай жұлдыз сала аласың ба? Суреттен мұқият үшбұрыштардың барлығын санаған жағдайда жалпы 35 үшбұрыш көруге болады екен. Ал қарандашты қағаздан ажыратпай жұлдыз салуға болады. Келесі есеп: төртінші: берілген фигура бірдей 7 шаршыдан тұрады, оның периметрі 112 см, фигураның ауданы нешеге тең? Яғни бізде периметр берілген, ауданды табу керек. Ол үшін периметрді еске түсіреміз. Периметр дегеніміз барлық қабырғалардың қосындысы. Ал сыртқы қабырғалардың барлығын санап шығатын болсақ, бізде жалпы 16 қабырға шығады. Сол мәліметті пайдалана отырып, яғни А тең периметр бөлінген 16-ға деп әр қабырғаның ұзындығын табамыз. Сонда бізде әр қабырғаның ұзындығы 7 см-ге тең болады. Ал осы 7 см-ді пайдалана отырып, әр қабырғаның ауданы 49 см-ге тең болады екен, әр шаршының ауданы. Енді бізде 7 шаршы берілген, сондықтан 7-ні 49-ға көбейтеміз. Сонда бізде жалпы ауданы 343 см квадратқа тең болады екен. Түсінікті болса, келесі есеп: есепте және тексер. Яғни мұқият есептеу барысында бізде біріншісінің жауабы 9500-ге, екіншісінде 135-ге, үшіншісінде 318-ге, төртіншісінде 56-ға, бесіншісінде 6090-ға және де алтыншысында 4008-ге тең болады. Алтыншы есеп қорытындысын жаз. Мына кесінділерден арасында бірдейлері бар ма? Суреттегі найзағайлардың ұзындығын өлшеп тексер. Мына фигуралардың қайсысы ең ұзын немесе ұзындықтары бірдей екенін көз мөлшеріңмен анықта. Сызғыштың көмегімен тексер. Қай дөңгелек үлкен, А немесе Б? Жауабыңды сызғыштың көмегімен тексер. Соңғы қыздардың ең бойы ұзыны қайсысы? Жауабыңды сызғыштың көмегімен тексер. А нұсқасында бізде барлығы, яғни өлшеп шыққанда жобамен көз мөлшерімен 15 мм, 16 мм, 14 мм және де 13-18 мм-ге тең болады екен. Ал екінші жағдайда бізде 20 мм алғашқысы, екіншісі 15 мм, дәл сондай үшіншісі де 15 мм-ге тең болады. Бізге үшіншісінде кішкене логикалық есеп көрсетілген, яғни қай дөңгелек үлкен? Бізге А және Б дөңгелегін ғана салыстыру керек, олардың сыртындағыны емес. Ал А мен Б-ны салыстырғанда бізде А дөңгелегі сәйкесінше үлкен, үлкен болып көрініп тұр. Яғни жобамен 9 мм, ал Б дөңгелегін 7 мм деп алуға болады. Соңғы есепте қыздардың бойын жобамен өлшейтін болсақ, бірінші қыздың бойы 22 мм, екінші қыздың бойы 23 мм, үшінші қыздың бойы 24 мм-ге тең болып, үшінші қыз ең бойы ұзын қыз болып есептеп табуға болады. Келесі есеп: тапсырманы орында. 15 таяқшаны суретте көрсетілгенде орналастыр. Артық таяқшасыз 5 шаршы шығатындай етіп, 2 таяқшаның орын ауыстыр. Есептің жанында, яғни 2 таяқшаны орын ауыстыру арқылы 5 шаршы шығатындай етіп көрсетілген жауабы. Яғни екінші дөңгелектегі жанындағы және төбесіндегі белгілерді алып тастау арқылы оны
ортасындағы сызықтың екі шертін толықтырғанда бізде 5 шаршы шығады екен. 8-ші есеп суреттегі шаршылардың санын анықта. Шаршы дегеніміз кубиктар, яғни бірінші суретке мән беріп қарасақ бізде 10 шаршы бар екен санап шыққанда, ал екіншісінде дәл сондай 10 шаршы бар. Тек екіншісінде бір үлкен шаршы, яғни бөлек сияқты болып бөлек тұрғанда етіп көрсетілген. 9-ші есеп осындай дайындама жасап, бөліктерді қиып, ал кенгурудың пішінін құрастырып желімде. Бұл да үйлеріңде, яғни парақшаны алу арқылы құрастыратын практикалық жұмыс. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта 5 алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.